Бүгінгі таңда бүкіл әлемді елеңдетіп, қоғам дертіне айналып отырған суицид мәселесі. Қоғамда болып жатқан өзгерістер мен сан түрлі қиындықтар бала психологиясына кері әсер етуде. Суицидке бейім білім алушыларды, оқытушылар мен ата-аналардың рөлі маңызды. Ендеше, бүгінгі менің дәрісімнің тақырыбы жасөспірімнің өзіне өзі қол жұмсауын алдын алу. Ақтөбе автожол колледжі, педагог-психолог Сәрсенгалиева Майра Тұрарбековна. Өзіне өзі қол жұмсаудың құпиясын білуге тырысыңыз. Өзіне өзі қол жұмсау, алдын алу тек достардың қамқорлығы мен қатысуымен ғана емес, сонымен бірге қауіпті белгілерін тану қабілетіне де байланысты. Егер де сол белгілерді тани алсаңыз, онда сіз біреудің өмірін құтқара аласыз. Сонымен қатар, сол туралы сіз басқалармен бөлісіп отырсаңыз, көптеген суицидті алдын алуға болатын туралы айта аласыз. Қауіптің белгілерін іздеңіз. Өзіне өзі қол жұмсау қаупі, өзін өзі өлтіру әрекеттері, депрессия, адамның мінез құлқындағы немесе жеке басындағы елеулі өзгерістер, сонымен қатар адамның сізге жылаған немесе басқа да жан айқайы. Адамның дәрменсіздік пен үмітсіздік көріністерін байқап, жалғыз немесе оқшауланын бақылаңыз. Өзіне өзі қол жұмсаудың сақтық шараларының бірі осы болып келеді. Өзіне өзі қол жұмсаушыны тұлға ретінде қабылдаңыз. Расымен ол суицидтан шығар. Басқаларды ол өзіне өзі қол жұмсамайды деп қате пікір айтпаңыз. Егер де сіз бұндай жағдайдың болатын білсеңіз, дереу дабыл қағыңыз. Сіз кіріспесеңіз, ол кезде біреу өмірін қиюы мүмкін. Қамқор болыңыз. Суицид мәселесіне жауап та жоқ та шығар, бірақ та сіз біреуге қолдау беру арқылы көмектесе аласыз. Әрі қарай көп нәрсе енді тек сіздің қарым-қатынасыңызға байланысты. Бұндай адамға тек сөзбен ғана емес, эмпатия, яғни жылулық, аяушылық, жанашырлық сезімі керек. Бұл жағдайда мораль айту керек емес, іспен орынды қолдау қажет. Мүмкін өзіне өзі қол жұмсаушы өзінің іс-әрекетінен, ойынан әбден қайтуы да мүмкін. Өзін ешкімге қажет емеспін, менен ешкімге пайда жоқ, ешкім мені сүймейді деп күмәнданатын адамға қамқорлық көрсеткен, қолдау берген керемет болар. Осылайша сіз адам өміріне, оның ішкі дүниесіне енуіңізге қадам жасағаныңыз. Жақсы тыңдаушы болыңыз. Суициданттар көбіне өзінің мәселесін, өзінің жай-айқайын біреуге айтқысы келіп тұрады. Егер де адам депрессияға шалдықса, онда оған сөйлеуге мүмкіндік беру керек. Сіздің көмегіңіз бен қолдауыңызға бұндай адам бірден жауап бермеуі мүмкін, бірақ іштей ол сіздің көңіліңізді бағалайды. Әдетте ол ұнамай қалудан, оны түсінбей қалудан қорқып тұрады. Сіз көрсетіп отырған адам өзінің суицидке бейім екенін түсінбеуі немесе қабылдамауы мүмкін. Сіз онымен әңгімелескенде, ол өзінің мәселесін шешкендей болады да, бірақ суицид әрекеті бірден ойдан кетпеуі мүмкін. Егер де бұндай адам өзі ашылып, сізге өзіне өзі қол жұмсағысы келгенін айтса, оны сынамаңыз, керісінше жай қалыпты, сабырлы күйде қабылдаңыз. Сіз оған айтуыңызға болады: мен сенің шындығыңды бағалаймын, өйткені сезіміңді айту үшін адамға батылдық керек қой. Сіз бұл адамның көңіл күйін, кінәсін, қорқынышын немесе ашу ызасын біліп алып, баға жетпес көмек бере аласыз. Тіпті сіз сөйлемей бірге отырып қызығушылық пен қамқорлығыңызды танысаңыз болды. Оның өзі де орасан зор қолдау. Ол сізге қол жұмсау туралы еш нәрсе айтпауы мүмкін, бірақ сіз ішкі түйсігіңізбен сезесіз. Салғыласпаңыз. Кей кезде адамдар тума-туыстар, ойланшы, сен басқа адамдарға қарағанда едәуір жақсы тұрасың, тағдырыңа рахмет айт дейді. Бұндай сөздер суицидант пен сіздің араңызға бірден тосқауыл болады. Бірден оның көңіл күйі түсіп, оның ойын үдетуі мүмкін. Осылайша көмек берем деп, кейбіреулер кері әсерін тигізеді. Сен түсінесің бе, өзіңнің отбасыңа бақытсыздық пен ұят әкелесің деушілер де кездеседі. Ал енді ашу, агрессия тіпті байқатпаңыз. Сіз ол адамды мүлдем жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сұрақтар қойыңыз. Егер де сіз осындай жанама сұрақтар қойсаңыз, менің ойымша, осы сен өз-өзіңе қол жұмсағың келіп жүрген жоқсың ба? Онда ол сізге бірден жоқ деп жауап береді. Оның жанына жақын, сенің уайымың бар ма? Соңғы кезде сен көп мұңайып жүрсің ғой, деген сұрақтарды қойып, оның көңіл күйін байқаңыз. Содан өмір туралы, адам тағдыры туралы сөз қозғауға болады. Сөйтіп өзіңіз сөйлеп бастап, оның ой әрекетін байқауға, білуге тырысыңыз. Осындай сіздің байқауларыңызды ол сезгеннен кейін, сіз оны ойлап жүргеніңізді байқап, үмітін үзіп жүрген адамға жеңілдік әкеледі.
Өтірік айтып оны жұбатуға тырыспаңыз, оны ол бірден сезеді. Біреуден суицидті қауіп туралы естігенде жоқ, сен олай ойлама деп айтуыңыз мүмкін. Бұл тұжырым сіздің уайымыңыздан басқа ешқандай себеп жоқ. Сіз өзіңізді ойлап тұрсыз. Сізге суицидтан өз мәселесін айтып тұрғанда, ол сізден оның жағдайын түсінуге шақырады. Сол кезде сіз қызығушылық пен түсіністік танытпасаңыз, депрессияда жүрген жасөспірім мен ешкімге қажет емеспін деп ойлауы мүмкін. Суицидке душар адам ештеңе етпес, барлығында бұндай мәселе кездеседі деген пікірді ұнатпайды. Өйткені олар өзінің уайымын өзі ғана түсінеді. Конструктивті ойлар айтыңыз. Суициданттың айтқан ойына сенің өлімің қасындағы туғандарыңа қандай азап пен қайға келетін ойласаңшы деп альтернативті шешім беруге тырысыңыз. Осы суицидті алдын алудың бір шешімі психологиялық қолайсыздықтың, жайсыздықтың себебін анықтау. Ол әрине қиын. Өйткені өзіне өзі қол жұмсаушы деп бәрі құпия. Соңғы кезде саған не болды? Сен өзіңді нашар сезініп жүрген жоқсың ба? Тағы сол сияқты сұрақтар қоюға болады. Үмітсіз жасөспірім сезімдер туралы, тіпті жек көрушілік, реніш немесе кек алу сияқты жағымсыз эмоциялар туралы айтса, онда сіз оның сеніміне ендіңіз деуге болады. Жасөспірімге шабыт беріңіз. Депрессивті адаммен жұмыс істеу оңай емес. Сіздің тарапыңыздан сабырлық пен жауапкершілік талап етіледі. Психотерапевтер адамның сезімі мен айтқандарына мұқият көңіл аудару қажеттігін ескертеді. Егер де жасырын ойлар мен құпия пікірлер жасөспірім аузынан шықса, онда ол мәселе шешілетіндігіне немесе жеңілдетілетіндігіне бір қадам. Күйзелісте жүрген адам осы мәселені шешетін жол таба алмай жүр едім. Сіздің айтқаныңыз жақсы болды, әлі де үмітім бар екен ғой деу өте керемет болар еді. Болашаққа үмітін жоғалтып жүрген жасөспірім туралы біз олардың өлім алдында тастаған хаттарынан білеміз. Егер жасөспірім өмірге оптимистік көзқарас пен сенімділіктен айырылса, еш уайымсыз өлімге барады. Өзіне өзі қол жұмсау қалпын шынайы бағалаңыз. Расында да жасөспірім өлімге бару мүмкіндігі бар болуы мүмкін. Өлімге ниеті бар жоғын оның әңгімесінен, сөздерінен байқауға болады. Маскүнемдік, есірткіні қолдану, эмоционалды бұзылулар, үмітсіздік пен дәрменсіздік сезімі, басқа да факторлар бар екенін анықтау маңызды. Егер де жасөспірім өзінің сүйікті затын, нәрсесін қасындағы досына, басқа адамға сыйласа, күйзелісте жүрген баланың суицидке дайын екендігін сезуге болады. Дәрілер, пышақтар, суық қаруларды жасырып қойған жөн. Суицидке бейім адамды жалғыз қалдыруға болмайды. Үнемі оның жанында болғаныңыз жөн. Есіңізде болсын, әрекет қайталануы мүмкін. Жауапкершілікті болыңыз. Бұндай жасөспіріммен суицидтік келісімге келуге болады. Яғни егер десе ол өзіне қол жұмсағысы келсе, міндетті түрде сізге қоңырау шалсын. Кей кезде шартта тиімді болады. Арнайы мамандарға барыңыз. Өзіне өзі қол жұмсаушының санасы тарылып, оған туннель сияқты көрінеді. Оның ақыл-ой төзімсіз, мәселелерді шешуге дәрменсіз болады. Сондықтан оны тіпті мешіттегі имамға да апаруға болады. Олар кейбір сұрақтарда өте керемет кеңесші бола алады. Олар өте сезімтал және сенімділікке лайықты адамдар. Бірақ олардың ішінде де кризистік сәтке дайын еместер де кездеседі. Олар тек ақыл мен мораль айтып, адамды керісінше жалықтырып жібереді. Егер де жасөспірім мешітке барғысы келмесе, оны мәжбүрлемеңіз. Мұндай кезде психиатрлар мен психологтардың кеңесінен де қашпаңыз. Олар өзінің білімдеріне, біліктілігіне және психотерапиялық ықпалына қарай адамның ішкі сезімдерін, қажеттіліктер мен мұқтаждықтарын түсінуге ерекше қабілеттерге ие. Психотерапиялық кеңес кезінде душар адам өзінің тереңде жатырған қорқыныштары мен қайғыларын айтады. Егер де депрессияға шалдыққан жасөспірім мамандардан көмек күтпесе, онда отбасылық терапия бар. Бұндай кезде тек суициддант қана емес, отбасының әрбір мүшесі де көмек пен қолдау алады. Отбасылық терапия кезінде олар эмоционалдық жайсыздықтың себебін анықтап, қажетті көмек алады. Тіпті соңғы көмек ол психиатриялық аурухана. Кідіріс қауіпті болуы мүмкін. Әрине аурухана жеңілдік әкелуі мүмкін, бірақ мәселені шешпейді. Сол кезде отбасының көмегі өте қажет болады. Бала аурухананы қамау деп қабылдамауы керек. Сондықтан оған жиі барып, көңілін аулауға тырысқан жөн. Бала ауруханадан шыққаннан кейін де оған көңіл бөліп тұру керек. Өйткені әрекет қайталануы әбден мүмкін. Күтім мен қолдаудың маңыздылығы. Кризистік сәт өтсе де күтім мен қолдауды ұмытпау керек. Кей кезде жасөспірім ойларынан айыққан сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ ол уақытша
сәт. Өзіне өзі қол жұмсаушы әрекет жасар алдында барлығынан кешірім сұрайды. Ондай әрекетті көрген ересектер тынышталып қуанады. Бірақ ол керісінше өзінің міндеттері мен қарыздарынан құтылу шешімі. Көптеген суициданттар психологиялық кризистердің басталған күннен кейін 3 ай өткен соң әрекетке барады. Алғашқы болған әрекетін жасырып, ол туралы сөз қозғамай, үндемей, енді барлығы артта қалды деп ойлауға болмайды. Мәселесі туралы міндетті түрде жасөспіріммен шешілуге тиіс. Енді бұндай оқиға қайталанбау үшін жасөспірімнің қайтадан ортаға бейімделіп кеткеніне дейін көңіл бөлуі керекпіз. Төзімді, тәрбиелі, білімді болуымыз керек. Біз қай кезде де сабырлы, шыдамды болсақ қана ойлаған мұратымызға жетеміз. Адамға өмір бір-ақ рет беріледі. Сол өмірді мәнсіз өткізбейтіндей өмір сүре білуді балаға ата-ана мен оқытушылар тарапынан жеткізе білуді өз міндетіміз деп білейік. Сондықтан қайғының артында қуаныш бар, бейнеттің артында зейнет бар деп келер күнге үмітпен қарап өмір сүру керек. Назарларыңызға көп